Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін бисерден өте оңай тәсілде жасалатын, сондай плетениемен, тоқумен жасалатын сақина жасауды үйрететін боламын. Ол үшін мен 2 түсті бисер аламын, және де 30 сантиметр леска аламыз. Лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер. Менің даусымнан кешірім сұраймын, мен кішкене ауырып жатырмын, сондықтан басқаша болып тұр. Мен сол жақтағы лескаға 2 дана бисер саламын. Оң жақтағы лесканың соңын сол 2 бисердің ішіне кіргіземіз. Осындай болады. Тартамыз. Сол жақтағы лескаға 1 дана бисер саламыз. Оң жақтағы лесканың соңын сол бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Сонда бізде осылай шығады. Сол жақтағы лескаға 2 дана бисер саламыз. Оң жақтағы лесканың соңын сол 2 бисердің ішіне де кіргіземіз. Тартамыз. Бізде осылай болып шығады. Енді мен сол жақтағы лескаға 1 дана бисер саламын. Оң жақтағы лесканың соңын сол бисердің ішіне кіргіземін. Тартамын. Сонда бізде осылай болып шығады. Тағы да сол жақтағы лескаға 2 бисер саламыз. Сол оң жақтағы лесканың соңын сол 2 бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Сол жақтағы лескаға 1 қызыл бисер, сосын оң жақтағы лесканың соңын сол қызыл бисердің ішіне кіргіземіз. Сонда бізде уже шықты. Енді сіздер қолдарыңыздың пішініне қарай жасап бітіресіздер. Мен соны қолым пішініне қарай жасаған соң сіздерге келемін. Мен қолым пішініне қарай жасадым. Менде осындай болды. Мынау қолыма сиіп тұр. Мынау лескалар бар ғой, соларды ең бірінші салған 2 бисердің ішіне кіргіземіз. Мен мынау біреуіне кіргіземін, оң жақтағы лесканың соңын. Ал сол жақтағы лесканың соңын 2-ші бисерға кіргіземін. Сонда бізде осылай қарап тұрады. Көрсеңіздер болады. Лескалардың соңын, лескаларды кеммен 3 рет байлаймыз да, зажигалкамен кішкене астырағын жандырамыз кішкене. Сонда бізде осындай өте әдемі секунд ерекше сақина шықты. Қараңыздаршы. Маған қатты ұнады, сондықтан сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Сондықтан менің видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.